Осыдан 30 жыл бұрын Сатпаев қалалық Шарайна газетінің алғашқы саны өз оқырмандарына жол тартты. Дәлірек айтатын болсам, басылым 1990 жылдың 4 маусымында, сонда тәуелсіздік жылдар ішінде Сарыарқа атауымен өз оқырмандарына жол тартқан екен. Ал 1996 жылдың 22 наурызынан бастап халыққа нағыз ақпарат тарату дегенді білдіретін Шарайна деген атауға өзгертілген. Тәуелсіз еліміздің мәртебесін арттырып, қаладағы жақын жатқан елді мекендердегі жаңалықтар жаршысы бола білді. Алғашқы жылдары тілшілер қауымына жаңалық жинау, мақала жазу, одан қалды газетті облыс орталығына баспаға жеткізу қиын болғанымен таралымы азаймады. 30 жыл бойы Сатпаев қалалық Шарайна газетінің ұжымы Кеншілер қаласының бүкіл тыныс-тіршілігін қадағалап, әлеуметтік, экономикалық дамуын, мәдени-рухани өміріндегі айтулы оқиғаларды жедел түрде таратуға қарқынды атсалысуда. Қаламыздың жасампаз, істерге толы тарихын жазуға Шарайна газеті зор еңбек сіңірді деп айтуға болады. Газеттің сарғайған беттерінде кейінді өлкенің ширек ғасырға жуық тарихы сайрап жатыр. Тарих үшін қасқағым сәт қана болғанымен 30 жылда Шарайна газеті елдің жадынан мәңгі өшпейтін жаппай колхоздастыру, ашты халық жауларын іздеу науқаны, сұрапыл соғыс, соғыстан соңғы жылдар, кемелденген социализм дәуірі, ұлттық ояну, азаттықтың ақ таңы, тәуелсіздіктің алғашқы бота тірсек кезеңі, дамудың сара жолына түскен бүгінгі Қазақстан, бәрін елдің естеліктер арқылы тасқа түсіруге тырысты. Сатпаев қалалық Шарайна газеті бұл 1990 жылғы 4 маусымнан шықты. Енді ол кезде дәл қалай шыққанын мен біле қоймаймын, бірақ менің білуімше бұл газеттің шығуына сол кездегі қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы, қалалық кеңестің төрағасы Владимир Николаевич Малышев деген кісі бастамашы болған. Ол кейін мен бір ол кісімен сұхбаттасқанда маған солай деп айтқан. Өйткені сол кезде бүкіл кеңестер одағында қайта құру деген жүріп жатты, және бұрынғы бақтарға, бұқаралық ақпарат құралдарына жанама ретінде түрлі басылымдар жарық көріп жатты. Сондықтан бізге де сондай бір басылым керек болды дейді. Және біз өзіміздің қаламыздың осындай бір Бұқарамен жаңағыдай алтын көпір болатын сондай бір газетінің болғанын қаладық. Сондықтан осындай шешім қабылдап, Сарыарқа деген атпен, ол кезде Сарыарқа орысша жазылады, сондай атаумен газет шығардық деп айтып еді осы мінекей оның. Ал енді өзімнің танысқаным бұл газетпен. Мен ең алғаш бұл газетпен мынау ол кезде орысша киоск дейді, қазақша дүңгіршектер деген газет сататын дүңгіршектер болатын, содан алғам ең бірінші рет. Осы қалада газетпен келген кезім ғой, мен басқа көкшетау жағынан келдім ғой. Сөйтіп ең бірінші рет танысқам 4 бет газет. Сосын қарасам қазақшасы аздау, басқа тілдегісі молдау, басымдау газет екен. Бірақ кейін дәл сол кезде ойлаған жоқпын, кейін осы газетте қызмет істеймін, тіпті сол газеттің аздаған уақыттар басшысы боламын деп ойлаған жоқпын. Кейін бірақ енді тағдырдың жазуы шығар, көпшіліктің қалауы шығар. Мен сол газетте бірталай жыл қызмет істедім, басшы да болып істедім. Басшы болғанда енді ол 90-шы жылдардың бас кезі, ол кезде жұртты газетке қарайтындай шамасы жоқ уақыты, жұрттың бәрінің ала-дола көтеріп жүрген уақыты, дегенмен газет шығып жатты. 4 бет газет шықты. Оның ішінде енді бір жағы қазақша, орысша болғаннан кейін бұның аздап қиындығы барады да. Егер қазақша материал беріп жіберсек, орыс тілділер ренжиді, мен орысшасы айтады. Орысша берсек, өзімізді қазекендер ренжиді. Мына қазақшасын берсең, өзі қазақсың ғой деп. Сондықтан біз алғашқы кезде қызық болды. Тіптен бір материалды орысшасында, қазақшасында қатар салып жүрдік. Оған да сынға ұшырадық. Мынау қазақтар бәрі орысша түсірді ғой, неге орысша бермейсің деп бір кісілер келеді. Енді бір кісілер қазақшасын берсе, орысшасын неге бересің деген сияқты. Бұның бәрі неге айтып отыр? Бұның бәрі газеттің өсуі, даму жолындағы болған үдерістер. Бұдан бөлек редакция ұжымы оқырмандарды мазалаған түрлі түйткілді мәселелерін басылым бетіне шығарып, нәтижелі жауаптың болуына өз септіктерін тигізіп үлгерген. Газеттің қала тұрғындарына жағымды жаңалықтармен шығуына өзіндік үлестерін қосқан сол кездегі мықты тілшілер бүгінде ардагерлер қатарында. Еңбек жолын осы ұжымда шыңдап 17 жыл қатарынан газетте еңбек еткен жандардың бірі Майра Смағұлқызы. Басында тұрған ардагерлеріміз бар. Мен енді кейінгі осы 30 жылдың соңғы 17 жылын мен осы Шарайна газетінде азды көпті қызмет еттім. Редактор болдым, арасында редактордың орынбасары болдым.
зейнеткерлікке шыққаннан кейін де жұмыс атқардым. Шарайна газетінің осы мен басқарған жылдар болсын, оған дейінгі жылдар болсын, газеттің қатты қиыншылық көріп шықпай қалған, ондай көрген жылдары болған жоқ. Әрқашанда өрлеу үстінде болды. Журналистиканың ардагері Майра Смағұлқызының айтуынша, алғашқы жылдары газеттің таралымы 1000-1500-нан шықса, уақыт өте келе ұлғайып 5000-6000-ға дейін жеткен. Енді 17 жылдың ішінде мен жаман жұмыс атқардым деп айта алмаймын. Енді өзін-өзі адам мақтамайды ғой, дегенмен де осы Шарайнада шыңдалдым, Шарайнада өстім, өркендедім. Еңбегімді ақталмай қалған жоқ. Конституцияның 20 жылдығы, тәуелсіздіктің 20 жылдығы медальдарының, Қазақстан Республикасының еңбек ардагері медалінің егер атандым осы Шарайнада жүріп. Одан кейін енді Сәтпаев қаласының құрметті азаматы атағында осы Шарайна ұжымында жүріп алдым. Менің екінші отбасыма айналған ұжымның бүгінгі жетістіктеріне қуанамын. Әрине, кемшіліктері осы, мен үйде отырсам да соған өзімше үлесімді қосып жүремін. Бүгінде міне Шарайна газетінің 30 жылдығы қарсаңында. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Ұлы Ахмет Байтұрсынов айтқан, осы айқындама ақпараттық қоғам қанша жерден цифрланғанымен құндылығын жойған жоқ. Өйткені газет жұртшылықты жағымды жаңалықтармен сүйіншілеп, руханиятқа бойлататын, билік пен халық арасын байланыстыратын құрал. Ал қажеттіліктен ешкім де бас тартпайтыны анық. Енді негізінен газеттің басында болған әлі күнге дейін біз айтамыз. Газеттің абагерелерін деп айтамыз, жаңағы Мәдия Жаппаров біздің өзіміздің әріптесіміз бар. Бұл алғашқы газет шыққаннан әлі күнге дейін сол газеттің айналасында келе жатқан біздің ең мықты ардагеріміз. Одан басқа ағайынды Валерий, Владимир Нудга деген кісілер болған. Нудга алғашқы редакторлардың біреуі болған. Ол кісілер енді қазір өмірден өтіп кетті. Кейін олар қызмет бабында өсіп, мынау облыстық Жезказганский правда деген болған. Кейін Центральный Қазақстан сол газетке бас редактордың бірінші орынбасары болып кетті, жаңағы Нудга. Сөзіне қайтыс болды. Сол Нудгадан кейін келдім мен редактор болып. Ол кезде содан кейін келгеннен кейін менен кейін басқа 3-4 жыл істегеннен кейін басқа кісілер келіп газеттің жұмысын одан әрі жалғастырды. Қазірде де редакция ұжымы үлкен емес, бірақ соған қарамастан тілшілер апта сайын қаладағы жаңалықтарды, елдегі саяси маңызды өзгерістерді сапалы әрі ауқымды түрде жеткізуге тырысады. Шарайна газетінің редакциясында білікті тілшілерден бөлек аға буындармен бірге ілесіп келе жатқан жас журналистер де осы басылымның қазанында қайнап өз біліктіліктерін көрсетіп жүргендері де бар. Солардың бірі Нұрлат Қонысбай. Осы Шарайна Сәтпаев қалалық газетіне мен 2017 жылы келдім. Осы уақыт аралығында міне 3 жыл уақыт өтті. Осы 3 жылдың ішінде осы газеттің құрамында, ұжымында бірге жұмыс істесіп, қазір тілші болып отырған жағдайымыз бар штаттағы. Енді бұл журналистика жолына, жалпы журналистика мамандығына деген қызығушылық бала кезден басталады ғой. Әркімге бір бала кезіндегі арман мақсаттары айқындалған кезде, жалпы қызығушылықтары оянған кезде жалпы мамандықтарына деген. Сол енді мен негізі мектеп кезінде жастайымнан қоғамдық жұмыстарға белсене араласқандықтан болар. Осы Шарайна газетінің қазіргі белді ардагерлері, Стай Белгібайұлы деген ағамыз мен бір газетке интервью ретінде бір сұхбат алған жағдайы бар. Жалпы сол сұхбатты кейін оқып отырып, өзімді негіз журналистика саласында болғанды өзім бір іштей қаладым. Жалпы сол мені ынталандырды, осы мамандыққа деген қызығушылығымды арттырды. Сосын Қарағанды мемлекеттік университеті Евгений Бөкетов атындағы сол мен университетке журналистика бөліміне оқуға түстім. Сол оқуға түскеннен кейін енді 4 жыл аяқтап шыққаннан кейін осы мамандыққа бойлап осы салада жұмыс істеуге ден қойып, мінекей бүгін сол осы арман мақсаттарым, мұраттарымның арқасында осы Шарайна газетінде жұмыс істеп жатқан жағдайым бар. 1990 жылдың 4 маусымынан бастап шыға бастаған басылым осынау тәуелсіздік жылдар ішінде қызығы мен қиындығы мол үлкен тәжірибе мектебінен өтті. Газеттің ұстаханасынан қаламы қарымды талай азаматтар тәрбиеленіп шықты. Бүгінде Шарайна газеті өзіндік үні, мерейлі мектебі, айқын бағыт-бағдары және де мыңдаған оқырмандары бар
басылымға айналып отыр. 30 жылдың ішінде шарықтау мен құлдырауды бастан өткерген редакция интернет заманында да газеттің өз оқырмандары арасынан қолдау табатынына сенімді. Енді қазіргі заман өзі цифрлық заман болғандықтан көбінің аңсары телевидение, жалпы газет саласынан бөлек жаңағы интернет саласын алып тұрады ғой аңсары. Сондықтан бұл жерде басылымның да негізі өзінің атқарар рөлі бар. Оны ешқашан ұмытпауымыз керек. Енді бірақ заманның ағымына қарай, заманның легіне қарай жүруіміз керек. Бірақ сонда да қазір басылымның өзінің жеке интернет әлеміндегі, интернет кеңістіктегі өзінің сайты қалыптасып келе жатыр. Жаңағы жобасын іске асырмақ ойымыз бар. Енді жас мамандарға негізі бұл салада да жұмыс істеуге болмайды деген әбден тәмсіл қалыптаспаған. Сондықтан бұл салада да жұмыс істей беру керек. Өйткені газет адамды айқындылыққа, шамдылыққа үйретеді бір жағынан жалпы ойды толықта анализ жасап, сараптамалық анализ жасап, солай айқындап алуға үлкен септігін тигізеді. Сондықтан осы журналистика саласын таңдаған болашақ мамандарға жалпы басылымда да жұмыс істеген өте ыңғайлы. Сондай-ақ газет ұжымы оқырмандарды мазалаған алуан түрлі өзге де мәселелерді басылым бетінде батыл көтеріп келеді. Ең бастысы, Орда-Абзар 30 жаста газет қызметкерлері қаланың түйткілді мәселелерін шешуге өз үндерін қосып, ел мүддесін қорғау тұрғысынан адал қызмет етті. Енді менің ойымша қазір басылымды оқитындар саны азайғанымен, енді егде жастағы адамдар әлі де сол басылымды қолға алып оқығанды көбіне көп сол ыңғайлы да. Сондықтан бұл басылым бәрібір өзінің рөлін жоғалтпайды деп ойлаймын. Меніңше қазір жас мамандар болғанмен бұл бір жағынан қалыптасу мектебі бұл басылым. Енді 30 жылдық тарихы бар болғандықтан бұл жерде жұмыс істеген үлкен мектеп қалыптастырады. Бұл жерден қаншама шәкірт тәрбиеленіп шықты. Болашақта басқа бағыттағы салаларда жұмыс істеуге өзінің үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Мен жас маман ретінде бізде мынау басылымға көбіне көп егде жастағы адамдар келіп жатады. Олардың да ұсыныс пікірлерін, сұраныстарын тыңдаймыз. Сосын соған байланысты жұмыс істеп жатамыз. Бізге Сәтпаев қаласының тұрғындары да келіп жатады. Көп проблемалар бойынша, мәселелер бойынша. Сол мәселелерді біз баспа бетінде жарық көруге, жариялауға, жалпы сол мәселеге жауапты мамандармен кездесіп, арнайы сол мәселені шешу жөнінде өзіміздің тарапымыздан ықпал етеміз, көмек көрсетеміз. 30 жылда басылым қаланың даму қарқынын, ел экономикасы мен әлеуметтік өсіп өркендеу, мәдениет пен оқу ағарту, денсаулық саласындағы игі істерді жарнамалап, озаттар тәжірибесін насихаттап, әртүрлі бағыттағы тақырыптарды жазып отырды. Бұның бәрі газеттің сарғайған парақтарында сыр боп сақталды. Әр жылдардың саясаты, замана өзгерістері мен проблемалары да жоқ емес. Газет сарғайса да, тарих жадымыздан шықпақ емес. Өйткені ол ата-бабамыздың кешегі өткен өмірі, келешек ұрпаққа нұсқаған даңғыл жолы. Бүгінгі газет редакциясының ұжымы да заман үрдісіне сай еңбек етіп, аға ұрпақтың игістерін жалғай берері сөзсіз. Менің тұсымдағы бір нәрсе, бұл газеттің атауы өзгерді. Сары арқа деген атау біздің қалаға келе қоймайды. Өйткені ол тіпті біздің өңірге де болмайды. Сары арқа деген ұғымы өте жалпақ атау ғой. Сондықтан және облыстық сары арқа газеті болды. Сосын енді екі газеттің бір-бірін түсінбеушілік болатын болғандықтан кейін біз газеттің атауын өзгерттік, оны Шарайна деп өзгерттік. Өйткені бұл Шарайна деген атау ешқандай саяси немесе басқа бір мағына бермейді да. Бұл нақты ақпарат беретін, нақты сондай атау өзі. Өйткені баяғы қандарда аңыз бойынша үлкен бір Шарайна болады екен. Соған қарап елде не болып жатқанын бәрі көріп отырады екен. Біз сол тұрғыдан алып Шарайна деген атауын түсініп, 1996 жылғы 22 наурыздан бастап осы Шарайна болып шығып жатыр. Кейін газет өсті, өркендеді, жаңадан жастар келді. Олардың өзі қазір тәжірибелі журналистерге айналды. Мен мысалы Айнұр Құлашеваны айтар едім. Анау Ақсана Шебердиеваны айтар едім, қазір Астанада тұрады. Елена Бикірт неге кеткен Қарағандыда. Татьяна Цай деген сондай жақсы журналистер болды. Мынау Бағдат Қаскенов қазір Мұстөгілді басқарып отыр. Осы Шарайнада шыққан. Бар енді осындай азаматтар. Яғни бұл деген сөз біздің сабақтастық дейміз ғой енді қазір. Ол сабақтастық әрі қарай жалғасып, яғни жақсы биікке қарай өрлеп бара жатыр. Қазір газеттің егер Шарайнаға алып қарасаңыз, 90 жылдарда Шарайнаға қарасаңыз ұялып отырасыз. Мен мысалы өз басым ұялып отырар едім.
өйткені ол кезде газеттің безендіруін қараңыз, ол кезде газеттің формасын қараңыз, ол кезде газеттің жаңағы таралымын қараңыз. Қазір қандай? Бұның бәрі бір жағынан мынау жаңағы газеттің құрылтайшылығы дейміз, газеттің жаңағы жанашырлығы дейміз, сол тараптан көрсетіп жатқан қамқорлықтың да бір несі, көрінісі. Мысалы, мынау 97 жылдары біздің қалада дербес бюджет болған жоқ. Мен сол 97 жылы осы газетке екінші рет редактор болып келгенде оның әбден тырнақшаның ішінде қызығын, рахатын көргенмін. Бюджет жазғанда, газет осында, жазған ақша бергісі келмейді. 1,5 миллион ақша береді, өзінің екі газетіне 700 береді, маған 100 мың береді, бермеді. Оны алсынсаң алмай ақ қойды. Сөйтіп те біз газет шығардық, бірақ соны айналып келгенде қазір енді мен толысқан шағы деп ойлаймын. Мынау қазақта бір сөз бар, 30-да орда бұзады дейді. Нағыз кемел шағына келіп тұр. Алдында алатын қамалдар бар газеттің. Оған мен қазіргі редакцияның да құрамын жақсы көремін. Нұриялар ең бірінші осы қазіргі редактор, Нұрия Ильясова. Біздерге алғашында штаттан тыс тілші болып жүретін тұғын осы шарайнада. Қазір енді мінекей басшы болып отыр. Жаңағы Ыстайбел бойлар бар. Ол Ыстайбел бойлар. Ол Жезді өңірі, Ұлытау өңірі, Жезді туы ма екен? Октябрь туы, Ұлытау өңірі газеттерінен әбден тыс қаққан журналистер. Әлібек Әбдіраш, ол енді атын айтсам болды ғой, жұрттың бәрі біле береді. Қандай журналист екен? Осындай журналистер істеп жатқан басылым меніңше өте жақсы басылым болды. Халықтың арасында беделі одан әрі өсе береді деп ойлаймын. Сондықтан әріптестерімді бүгінгі, бұрынғы әріптестердің барлығын 30 жылдық мерекемен құттықтаймын, шығармашылық табыс тілеймін, шаңырақтарына шаттық тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Той құтты болсын. Жалпы оқырмандарымызды газеттің мерейтойымен құттықтаймын. Тыныштық болсын елімізде, тек қана жақсылық болсын. Осы дүниежүзі жайлап жатқан індеттен барлығымыз бірігіп, бірімізді біріміз тыңдап, заңға бағынып, тәртіпті сақтап, аман есен өтуімізге тілектеспін. Біле білген адамға негізі 30 жылдық деген үлкен белес. 30 жылдық осы Шарайна қаланың жылнамасын жазып отырған жалғыз басылым болғандықтан бұл жерде жұмыс істеген, бұл жерде қызмет атқарған үлкен жауапкершілік мен үшін де, өйткені жас маман ретінде. Жалпы енді қаланың тыныс тіршілігімен таныстыру, оның өзі мысалы қала тұрғындарына арнайлап түсіндіріп, толықтырып түсіндіру деген үлкен жұмыс. Енді Шарайнаның 30 жылдығы баршамызға құтты болсын. Жалпы ұжымды, өзіміздің мені осы қазанда қайната білген, жалпы осы мамандыққа ширата білген өзімнің ардагер ұстаздарым бар осы газетте, басылымда. Сол кісілерге шынайы алғысымды білдірем. Менің де білген 9, білмеген 99 деген секілді. Менің де үйренерім көп. Мен жас маман ретінде әлі де жұмыс істеймін деген ойдамын. Тарихы терең, тағылымы мол басылымның қалыптасу жолында тер төккен аға буын өкілдерімен қатар жас мамандармен өткен сұхбат барысында Шарайнаның тарихымен танысып, осындай сүбелі әңгіме өрбіттік. Олай болса, қымбатты шарайналықтар, сіздерді 30 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен Ақшам телеарнасының атынан құттықтаймыз. Таралымдарыңыз одан әрі ұлғайып, оқырмандарыңыздың саны арта берсін деген ниетпен бағдарламамызды аяқтаймыз.